Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгінгі бейнероликте Қазақстанның қорғаныс өнеркәсібіндегі маңызды өзгерістер туралы айтқым келеді. Елімізде артиллериялық оқ-дәрі өндірісіне арналған жаңа зауыттар салынып жатыр. Оның ішінде Аспан жобасы ерекше орын алады. Бұл жоба Қазақстанның әскери қауіпсіздігін күшейтіп, импортқа тәуелділікті азайтуға бағытталған. Көрермендердің назарын осы өзекті тақырыпқа аударайық, өйткені бұл елдің болашақ дамуына тікелей әсер етпек. Бүгінгі бейнеролигіміз кішкене подкаст форматына ұқсас келеді. Сонымен бастайық. Қазақстанда қорғаныс өнеркәсібінің дамуы соңғы жылдары жедел қарқын алды. Бұған дейін елде артиллерия снарядтар мен миналардың тіпті кіші калибрлі оқ-дәрілердің өзіндік өндірісі болмаған еді. Елдің әрбір бұрыштарында тек 30 мм жауынгерлік ұрыс көліктеріне арналған снарядтар, я болмаса танкілерге арналған аз сериялы өндірістегі снарядтар болды. Әскери қару-жарақ негізінен Кеңес одағы кезінен қалған әскери қорларға, мұраға және сырттан Ресейден жеткізілетін аз-маз өнімдерге тәуелдеді. Алайда қазіргі саяси жағдайда бұл тәуелділік ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіреді. 2000 жылдардың басында болған тоқырау әскери қоймаларында болған жарылыстар, одан кейін 2019, одан әрі 2020 жылдардан кейін болған Тараздағы әскери артиллериялық қоймаларда болған үлкен жарылыстар әрине Қазақстанның зымыран артиллериялық күштеріндегі снарядтар қорын тауысып бітті. Артиллериялық снаряд деген келетін болсақ, әрбір өндірілген артиллериялық снарядтың өзіндік мерзімі болады. 10-15 жыл әдетте. 10-15 жылдан кейін ол артиллериялық снарядтағы оқ-дәріні жаңғырту керек, я болмаса кәсіби мамандармен утилизация жасау керек. Қазақстан Кеңестер одағынан 35 жыл бұрын тәуелсіздігін алып шықты, сәйкесінше Кеңес одағынан қалған мұра да 35 жыл бойы ескірді. Бізге шұғыл түрде тіпті НАТО-лық стандарттағы 155 мм калибр тұрмақ, қолда бар 122-152 мм ресейлік кеңестік калибрдегі артиллериялық снарядтарды түбегейлі жаңғырту керек. Міне осы тұста Аспан ұлттық жобасы іске қосылды. Бұл жоба жалпы құны шамамен бақандай 1 миллиард ақш доллары болатын 4 жаңа зауыт салуға негізделген. Зауыттар артиллериялық снарядтар мен миналардың толық өндіріс циклін қамтамасыз етеді. Жобаның операторы Қазақстандық Grid Sky компаниясы. Бұл компания сингапурлық ST Kinetics және де сербиялық Югимпорт SDPR компаниясымен бірлесіп жұмыс атқаруда. Бірінші кезеңде Аспан 1 зауытының құрылысы басталды. Ол снарядтар мен миналар шығаруға маманданады. Зауыттың сериялық өндірісі 2027 жыл басталады деп жоспарланған. Қалған 3 зауыт кейінгі кезеңдерде іске қосылады. Не керек, 2028-2029 жылдары Қазақстанда осы 4 зауыт іске қосылған сәтте жалпы 510 мың дана артиллериялық снарядты бір жылда өндіру қауқары іске қосылады. Және ең артықшылығы сонда әрбір снарядтың 95% бүкіл Қазақстанда жасалынатын болмақ. 510 мың артиллериялық снаряд бұл қаншалықты көп? Қазіргі уақытта Еуропа елдеріндегі әскери өнеркәсібі дамыған Польша, Словакия, Франция елдерінің артиллериялық снаряд өндіру қауқары жылына 70 мыңнан 150 мың снарядтарға дейін созылады. Бірақ бір ескере кететін жағдай, бұлардың барлығы дерлік 155 мм калибрлі артиллериялық снарядтар. Бізде өндірілетін 510 мың деген сан, ол 122-152 мм калибрдегі артиллериялық снарядтардың қосындысы. 122 мм калибрлі артиллериялық снарядты өндіру әрине 155 мм-ден қарағанда әлдеқайда жеңіл. Сол себепті 510 мың деген санды шамамен 60%-ға қысқартқанның өзінде біз 300-400 мың дананы аламыз. Бұның өзі Еуропаның бір қатар елдерінің снаряд өндіру қауқарынан 2 есе көп. Аспан жобасының ерекшелігі өндірілетін оқ-дәрілердің калибрлерінің әртүрлілігі. Зауыттар Қазақстан қарулы күштеріне қолданыстағы кеңестік ресейлік стандартта снарядтарды шығарады. 82, 120, 122 мм және 152 мм калибрлі артиллериялық оқ-дәрілер, сондай-ақ миналар. Бұл әскердің қазіргі қару-жарағымен үйлесімдікті сақтайды. Сонымен қатар, жоба НАТО стандарттарына сәйкес өнімдерді қамтиды. 155 мм артиллериялық снарядтар және НАТО-лық 60 мм миналар. Бұл технологиялық икемділікті қамтамасыз етіп,
әріптестікті әртараптандыруға мүмкіндік береді. Қорғаныс министрлігінің мәлімдемесі бойынша, НАТО калибрлерінің өндірісі әскерді батыстық үлгісіндегі қаруға толық көшіруді білдірмейді. Керісінше, ұлттық қауіпсіздікті күшейтеді және экспорттық әлеуетті арттырады. Жобаның басты мақсаты Қазақстанның әскери өндірісін тәуелсіз ету және бұған дейін елде оқ-дәрі өндірісінің болмауы сыртқы жеткізілімдерге, яғни Ресейден келетін поставкаларға тәуелділікті күшейткен еді. Енді жаңа зауытта әскердің жауынгерлік дайындығын арттырып, қару-жарақ қорын толтырады. Сонымен бірге экономикалық пайда да келеді. Жаңа жұмыс орындары ашылады, технологиялық трансфер жүзеге асады. Отандық инженерлер мен жұмысшылардың біліктілігі артады. Қазақстанның шикізат ресурстарының молдығы өндірісті тиімдетеді. Жоба Түркия, Қытай және Еуропа елдерімен ынтымақтастықты күшейтуге де ықпал етеді. Бірақ Ресей әлі де негізгі әскери техникалық әріптес ретінде қала бергендіктен, оларға да бәлкім бір пайдасы тиіп қалар. Бүгінгі бейнероликті қорытындылайтын болсақ, Аспан жобасы ол Қазақстандағы қорғаныс өнеркәсіп кешеніне жаңа деңгей, жаңа драйв беретін өте ауқымды жоба. Және бұл жобаның өзі толыққанды іске асқан жағдайда Қазақстанды еуропалық стандарттағы және кеңестік стандарттарды қатар өндіретін бірегей артиллериялық снаряд өндіруші елге айналдырады. Егер бейнеролик ұнаған болса, арнаға жазылыңыздар, лайк басыңыздар, болмаса дизлайк қалдырыңыздар, өз пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.